тамаша сені таптым, тамаша сен менің махаббатым. Үш қыздың өнерін тамашала, куә боп қазағым күліп жатты. Куә бол жұлдыз, куә болайын, куә бол алатауым. Куә бол жұлдыз, куә болайын, куә бол алатауым. Тамаша сахнада 19 жыл, білгенге аз уақыт емес те бұл. Әлемге әйгілі жұлдыздардан танылған бесігі емес пе бұл? Куә бол жұлдыз, куә болайын, куә бол алатауым. Куә бол жұлдыз, куә болайын, куә бол алатауым. Қадірлі ағайын, сіздер куә, біздер куә. Биыл міне сүйікті тамашамызға 19 жыл толыпты. Және де осы сахнада бірге қол ұстасып жүргенімізге Данагүл, Гүлбаушан үшеуміздің достығымызға да 19 жыл толыпты. Иә, осыдан 19 жыл бұрын біз қыздар қандай едік? Қандай болушы едік? Роза дәл осындай, мына мен де дәл осындай. Ал енді сен мына біз сияқты едің, енді көрдің ба осындай болдың. Оған мына біздер куә. Роза айлы кеште жұлдызға қарап ыңырсып ән айтушы еді. Ай куә, жұлдыз куә деп. Міне жұлдызы жарқыраған әнші болды. Ал Данагүл тауда да, таста да, түзде де, үйде әртістерге пародия жасап, аузы талмай жүруші еді. Міне әлі күнге дейін жағы талмай тамашада келе жатыр. Оған мына біздер куә. Гүлбаушан, сен де тамашада жүрсің ғой? О, Роза, бұл жүргенде де еще қалай жүр. Тамашаның отымен кіріп, күлімен шығып жүр. Қашан көрсең болды, не біреудің әйелі, не кемпірі, не любовница. Анау әйел болуды біздің үлкен ағаларымыздан бастап еді. Енді анау жастарға ауыз салыпты. Молодежный. Дана, байқап сөйле. Не? Мына сенің де сахнадағы күйеулерінің саны кәдімгідей болып қалды емес па? Солай ма? Бас жаққа барыспайық. Не өзің ғой енді тілімді қыштып тұрған. Енді мына көрдіңіздер ма, қыздар? Сен, Қыздар, мен де сендер сияқты тамашада рөл ойнағым келеді. Мәссаған, Роза, сенің де бұзылғың келіп жүрі ме? Мына сенің де сахнада біреудің әйелі болып тамашаға шыққың келіп жүрген екен ғой, иә? Онда несі бар? Сіздерде эстрада әртістерінен қалмай кейінгі кезде сахнаға шығып, эстрададан ән шырқайсыздар. Ал енді біз эстрада әртістер сіздер сияқты рөл ойнасақ, онда не тұр? Мен театр институтын бітіргем. Иә? Институтта Алдаркөсе спектаклінде Алдаркөсенің тоқалын ойнағам. Сондықтан біреудің әйелі тоқалы болудан біздің школамыз бар, Құдайға шүкір. Ал мен студияны, институтты бітіріп, сазген ансамблінде жұмыс істеп, тамашада жүргеніме өздеріңіз куә.
Ал мен болсам, мен мектеп бітірген соң, тонау Орал қаласындағы училищені бітіріп, СПТУ 126 деген. Содан жүк машинасының шофері деген мамандық праваны алып, анау машиненің педаліне аяғым жетпегеннен кейін әртіс болып кеттім ғой. Енді міне Мұхтар Әуезов атындағы театрда тамашада жұмыс істеймін. Оған мына өздеріңіз куә. Міне қараңыздар, қатар жүрген үш құрбы, үшеуміздің де аттарымыз гүлге байланысты. Роза, Гүлбаушан, Данагүл. Ортамыздан бір тасқын Розагүлді үзіп алып кетті емес пе? Мені үзгісі келіп ақ кетіп еді, Құдай-ау. Ау, Гүлеке, қойыңыз енді, қойыңыз. Сізді үзуге күші жетпей қалған та оның. Енді қылдырықтай Розаны үзу, сізді үзумен бірдей емес шығар, Гүлеке. Жарайды қыздар, қалжыңды қоялық. Бүгінгі қуаныш, бүгінгі мереке тек қана тамашаны емес, тамашаның көптеген сүйікті көрермендерінің тойы. Көптеген демекші Қазақстанның әр жерін аралап жүрміз. Әр қалада, әр ауданда, әр ауылда өзінің тамашасы бар. Бір жағынан қуанамыз, бір жағынан қапа боламыз. Тамашаның атын жамылып, тамашаның тарландарымыз деп танаша тайраңдап, ойраңдап кететін ағайындар аз емес. Ынсап керек қой ағайын. 19 жыл бірге жүрдік, қарашаны. Әзіл айтсақ, мына біздерге жарасады. 19 жыл әзілмен әлдейлеген, бастайық біз енді тамашаны. 19 жыл жарасқан тұз дәміміз, ән менен әзіл айтқан қыздарыңбыз, соңымыздың да біздерден томпаңдап еріп келеді. Біздердің ұлдарымыз, қыздарымыз, Әли, Айша, Аида. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылдық, жаңа тамашаның сахнасы ашық.